Бәріңізге сәлем. Бүгін оңай дайындалатын бисквитті рулет жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп аламыз. Сосын ағына шым-шым тұз салып миксерлейміз. Шекердің жарты бөлігін қосып, миксермен аппақ болып формасын жақсы ұстағанша араластырамыз. Сосын сарыуызға шекердің қалған бөлігін салып миксерлеп аламыз. Және бөлме температурасындағы суды қосамыз. Екеуін біріктіріп төменнен жоғары қарай жаймен араластырамыз. Ұнға қамыр қопсытқышты қосып, електен өткізіп тағы жаймен қозғаймыз. Қамырымызды табаға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минутта пісіріп аламыз. Солы марляның бетіне пісе салып орналастырып, фольгадан ажыратып аламыз. Сосын жаймен орап, суығанша қалдырамыз. Арасына қалаған қоспаларыңызды салсаңыздар болады. Мен крем жасаймын. Салқын сливкиді аздап миксерлеп, қант ұнтағы мен творожный сыр қосып, қою крем болғанша араластырамыз. Суыған бисквитімізді ашып, арасына крем жағып, қайтадан ораймыз. Бетіне ерітілген шоколад құйып, қант ұнтағын себеміз. Тоңазытқышқа 1,5-2 сағатқа қоямыз. Егер арасына басқа нәрсе салсаңыздар, 10 минуттан соң жеуге ұсына берсеңіздер болады. Рулетіміз дайын, сондай жұмсақ, әрі өте дәмді болып шықты. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.